Қытайдағы 2000 қазақтың босатылып Қазақстанға жіберілетіндігі туралы ақпаратты Америкада шығатын Associated Press басылымының журналисті Дей Кинг мырза ең алғаш Associated Press-тің ағылшын тілді басылымында жариялады. Артынан осы мазмұндағы мақаладар The Guardian басылымында, New York Times басылымында, Washington Post басылымында, тағы арғарай әлемдегі ең ірі ақпарат құралдарының бәрінде дерлік жарияланды. Енді бұл кісілердің бұл ақпаратты Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігіне сілтеме бере отырып алғандығын ағылшын тілді басылымнан оқып отырмыз. Жалпы Қытайдағы қазақтардың босатылатындығы туралы 2018 жылы Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрінің баспасөз қызметі алдында 700-ге жуық қазақ босатылады деп бір мәлімдеме жариялаған. Артынан бұл Америкада бұл ақпараттар шулап шығудан бір ай бұрын, бұл негізінде Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігінде бұл ақпарат жарияланған. Ал бұл бір айдан кейін барып Америкадан ақпаратында ағылшын тілде шыққаннан кейін Америкадан қайтадан аударылып келіп біздің қоғамның назарын аударып тұр. Бұл енді шынында сондай бір адам түсінбейтін бір контраст, сондай бір адамға ақылына сыймайтын бір түсінік. Анығында біз Атажұрт еріктілері ұйымы міне 2 жылдан артық уақыттан бері осы Қытайдағы қазақ мәселесін көтеріп келеміз. Жасырары жоқ. Біздің ұйымға келіп Қытайдағы сұмдық жағдайлар туралы жазып жатқан журналистердің 99% жаңағы батыстық ақпарат құралдары. Оның өзінде де жаңағы әлемге ең белгілі BBC ең алғаш біз туралы жазды. Дүниедегі ең атақты радио блогы болған Еркін Азия және Азат Еуропа радио блогы, Radio Free Asia және Radio Liberty солар келіп жазды. Ағылшын тілді, Қытай тілді, Кантон тілді бөлімдері. Одан міне New York Times осымен міне 3-ші мәрте келіп жатыр. Washington поштасы, яғни Washington Post газетінен бір мәрте келді. Ал жаңағы Америкадағы Associated Press-тен ол міне 3 мәрте келіп кетті. Бұның барлығы бір нәрсені білдіреді. Қазақ қоғамында бұл Қытайда қазақ мәселесін көтеру біз қанағаттанарлықтай емес. Шын мәнінде биліктен ақпарат құралдарына ешқандай бір цензура қысым болып жатқан жоқ. Егер биліктен қысым болып жатса, цензура болса, онда Атажұрт еріктілері дейтін осындай волонтерлік ұйым неге өмір сүріп тұр 2 жылдан бері? Неге біз Қытайдағы барлық қазақтың басында қасіреттер, неше түрлі адамның ақылына сыймайтын дәлел фактілерді жиып, оны әлемдік қауымдастықтың назарына ұсынып отырмыз? Ал бұл тек қана бір ғана мәселе біздегі сол журналистердің, зиялы қауым өкілдерінің санасындағы құлдық психология, оларда Қытайға деген шексіз бір үрейдің тұрғандығынан, өз көлеңкесінен өзі қорқып, шеттегі қандасының мәселесін көтерсек, біреуге жақпай қаламыз ба, жұмыстан айырылып қаламыз ба, мүмкін ертең Қытайға жақпай қаламыз ба деген сияқты бір сондай бір құлдық үреймен өмір сүріп тұрғандығының белгісі. Анығында 2000 қазақтың босатылатындығы туралы ақпарат міне 2019 жылдың қаңтарының басында батыс ақпаратын шулатқанымен анығында ол Қазақстан ақпаратында осыдан бір ай бұрын жарияланған дүние болатын. Бұл жалпы шынайы ақпарат па? Қытай билігі шынымен жаңа 2000 адамды жаңа Қазақстанға жіберуге рұқсат берді ме? Бұл туралы мен осы сұрақты анықтауды бүгін Атажұрт еріктілеріне келген New York Times басылымының журналистерімен таңертең 1 сағаттан артық сұхбаттастым. Сонда ол кісілерге мен осы сұрақты қойдым. Біріншісі, бұл 2000 қазақ кім? Оның тізімдігін біздің Сыртқы істер министрлігі беруі керек. Себебі Associated Press, Guardian, New York Times'тар жазғанда, бұл 2000 қазақ туралы ақпарат Сыртқы істер министрлігінен алдық дейді. Оған сілтеме бере отырып айтып отыр. Онда бұл 2000 қазақтың тізімдігін біз білуге қақылымыз. Және осығанға дейін арызданған қазақтар бұл арқылы өзінің туысы шығатын болды ма, шықпайтын болды ма, олар да білуге қақылы. Екіншісі, Қазақстан Республикасының кеден саласын басқарушы органдар қанша қазақ шекарадан өтіп жатыр? Оның қаншауы Қазақстан азаматы, қаншауы визамен келіп жатыр, қаншауы ықтиярхатпен келіп жатыр? Бұл туралы ақпаратты қоғамға ашық жариялауға тиіс. Бұл ақпарат шын мәнінде қазақ билігінің қолында тұр. Ол бір мемлекеттік құпиялық болмағаннан кем дегенде Қазақстанның Пекиндегі елшілігі, Гонконгтегі, Шанхайдағы, Урумчидегі
елшіліктер мен паспорттық визалық қызметтері күніне қанша қазақ виза алып жатыр. Бұрындары қанша қазақ виза алушы еді. Бұрын ел аман жұрт тынышта. Қазір қанша қазақ. Бұл кісілер бұл туралы ақпаратты жариялауға тиісті. Мүмкін олар айтқысы кеп тұр, тілшілер сұрамай тұр. Қысқасы тұтас қазақ қоғамы бір өлімсіздікте тұр. Қытайда қазақтардың мәселесін қалай шешу керек? Жаңағыдай екі бағытты көрер едім. Біріншісі, жалпы кіші этностарға деген Қытай билігінің қазіргі жүргізіп жатқан қарсы саясатын жаңа халықаралық ұйымдар, жаңа басқа да ұйымдар арқылы тоқтату. Екінші мәселе, жаңа Қытайдағы қазақтарды түбегейлі Қазақстанға көшіріп алу. Анығында Қытайда қазақты Қазақстанға көшіріп алу туралы дәл осы 2018-2019-да талқылаудың өзі күлкілі. Біз қазір өз жерде қазақтың адам ретінде өмір сүре ме, сүрмей ме, өлтіріле ме, өлтірілмей ме, биохимиялық, физиологиялық, медициналық эксперименттердің құралы болып, белгісіз дәрілерменен вакциналар денесіне салына ма, салынбай ма, немесе геноцидке ұшырылап, миллиондап жер бетінен жойылып кете ме, кетпей ме, жоқ кәдімгі зомби құлдарға айналдырылып, қара зауыттарда сол жерде тегін еңбек күшке айналдырылып, кәдімгі басыбайлы мәңгүрт болып, тек 6 сағат ұйықтайды, 2 сағат жуынып шайынады, қалған 16 сағатында Қытайға арзан тауар өндіретін құлға айналдырыла ма деген мәселені талқылап жатырмыз. Тіпті ол қазақтар Қазақстанға мәңгі бақи келмесе де, біз солардың сол жерде адам ретінде аман болуын, тіпті қазір олар сол жерде мейлі басы бүтін Қытай болып кетсе де, физиологиялық адам ретінде тірі болуын біз арман ететін халге түсіп қалдық. Ал оларды көшіру, ол миллионыншы мәселе. Бұл бір. Екіншіден, ел аман, жұрт тынышта, Қытай паспортты тегін үлестіріп жатқан кезде, Жэньцземиннің және Ху Жинтаудың заманында көші-қон туралы саясат қысқа күнде 40 құбылып, қазірдің өзінде оралман куәлік дейтін бір сұмдықты ойлап тауып, оның өзін уақыт өтіп кетті деп ұзартпай азаматтыққа өтуге тиісті 50 мыңға жуық қазақты өткізбей отырғанда, көші-қон саясаты 40 құбылып отырғанда, аяқ астынан Қазақстанның көші-қон саясатына сұмдық бір өзгеріс еніп, Қытайда тар есік тас босағада қамауда отырған 500 миллион қазақты, қалған сырттағы аман есен тұрған 2,5 миллион қазақпен қосып 3 миллион қазақты көшіріп алады дегенге мен өзім түсімде де сенбеймін. Оған Қазақстан қоғамы дайын емес. Біздің идеологиямыз дайын емес. Қытайдағы қазақты миллиондап көшіріп алып түгілі, сол Қытайдағы 500 миллион қазақтың түрмеде жатқандығын қазақ тілді блогерлердің өзі жазудан қорқып отырған мына қоғамда. Шеттегі қандасын өзімнің қандасым деп сезінбек түгілі, керісінше осы Қазақстанда қайдағы бір келімсектің мәселесін артық көретіп, осындай бір дүбәраланған, ұлтсызданған қоғамда біз жасап жатқанда, біз басынан жоғарысына дейін тұтасымен қансызданып кеткен мына қоғамда біз миллион қазақты алып кеп көшіріп алады дегенге егер біреу айтса, мен ертегі айтпашы дер едім. Сондықтан бізге қазіргі кезде бірінші мәселе оларды көшіріп алу алмау миллионыншы мәселе. Бірінші мәселе оларды адам ретінде аман сақтап қалу, Қытайдың геноцидінен сақтап қалу біздің бірінші мәселеміз болып тұр.